Қайырлы кеш оқырмандарым. Міне өздеріңіз көргенде 4-ші больницада тұрмын. Бүйрегім приступ ұстап жатыр дегесін, жаным жер таппай Басеновадағы роддомға платныйға ауыстырайын деп келіп едім. Лечущий врачы барлық анализін көрсетті. Барлығы жақсы, матчасы жақсы шықты. Неменеге паниковать етіп сіздерге өйтіп айтып жатыр деді. Бәрі керемет, идеальный, бала жақсы деді. Енді өзім көріп кетейін дедім. Жоқ, түспеді. Келген адам керек кетсін, мен түсе алмаймын деді. Енді мен бұған дейін сіздер білесіздер, сіздер куәгерсіздер, мен Нұркаға өзімнің қызымдай қарадым. Мен никогда Хуршеттің сөзін сөйлеген жоқпын, кешеге дейін айтқан жоқпын. Менің бір ауыз сөзімді көтере алмай отыр. Мен сонда айтқаным, ойнап айтқаным. Бұрын Нұрка келін болып түскенде аяғымды уқалайды дейді, қазір аяғымды уқаламайтын болды ғой деп мен күліп қана ойнап айттым. Соның өзінде де мен 2 рет басымды иіп кешірім сұрадым. 2 қабат қой құрсыншы деп. Енді мен бүгін тағы да келіп отырмын алдына, бірақ түспеді, қайтарып жіберді мені. Сіздер қалай ойлайсыздар, сол дұрыс па? Сол дұрыс па? Қандай қылып мен Нұрканы өзімнің қызымдай